Саламатсыздар ма, құрметті балалар? Сендермен бүгін біз математикалық сауаттылықтағы кестелер және графиктер тақырыбына арналған есептер талқылайтын боламыз. Сендермен бірге мен Мирас Академиясы білім беру орталығының математика пәнінің мұғалімі. Экранда парақшам жазылған. Жақсы, көп созбай есепті бірден бастайық. Бірінші, 10 тонна кірпішті 3 фирманың біреуінен алу қажет. Яғни әрқашан бізге ең тиімді әдістерді сұрайды. Есептерде байқасаңдар, бір кірпіштің салмағы 5 килограмм. Төмендегі кестені пайдаланып, ең арзан сатып алуға қанша ақша төленетінін анықтаңдар дейді. Қараңдар балалар, бірінші, бір кірпіштің салмағы 5 килограмм болса, оны да бізде, қараңдаршы, 10 тонна деген ол бізде 10 мың килограмм емес пе? 10 мың килограмм. Енді 10 мың килограмм, 10 тонна кірпіштен қанша штук, қанша дана кірпіш шығатын білу үшін істейміз. Әрбір 5 килограммға бөлуіміз керек болады. Демек, 5-ке бөлсек, бізде 2000 деген. Демек, 2000 штук бізде кірпіш бар. 2000 штук кірпіш сатып алуымыз қажет. Кеттік, біріншісін есептейміз. 48. Бір кірпіштің бағасы 48 болса, 2000 кірпіштің бағасын білу үшін оны 48-ге көбейтеміз. Сол кезде ол не болады? 96 мың болады. 96 мың болады. Ал оған плюс не бар бізде? Жеткізу бағасы бар. Жеңілдік жоқ бұл жерде. 9 мыңды қосатын болсақ, бізде 105 мың деген ақша шығады. 105 мың. Бұл 105 мың. Бұл бірінші кірпіш. Енді бізге екіншісі керек. Екіншісінде ғана 51 теңге кірпіштің бағасы. Осы 51-ді 2000 штук кірпішке көбейтейік. Сонда бізде қанша болады? 102 мың болады. 102 мың. Айтып тұр бізде, қараңдар, мұнда егер 100 мың теңгеден артық сомаға сауда жасаса, онда бізде жеткізу тегін. Демек, жеткізу тегін болса, онда бізде барлық ақша 102 мың ғана болды. Міне, бұл екінші ақша. Бізден үшіншісін есептейік. Қайсысы тиімді болатынын анықтау үшін 55 бірді кірпіш үшін, ал 2000 кірпіш үшін қанша көбейтеміз? 110 мың болады. 110 мың болады. Ал 125 мың теңгеден артық сомаға сауда жасаса 50% жеңілдік, ал бізде оған жеткен жоқ. Соның өзінде бізде қараңдар 110 мың теңге ана екеуінен де көп болып кетті. Сондықтан бізде ең арзаны бұл жерде екінші болып тұр. Яғни 102 мың теңге. Міне бізде вариантта бар. Ал жақсы, кеттік, келесі есепке көшейік. Келесі есеп. Балалар мән береміз, қазір ашылсын. Жақсы, 8 метр куб тақтайды 3 фирманың біреуінен алу қажет. Төменде кестені пайдаланып, ең арзан сатып алуға қанша ақша төленетінін анықтайық. Қараймыз, 1 метр куб тақтай үшін 38 мың. 38 мың. Ал кеттік, 38 мың болса, онда 8 метр куб үшін 8-ге көбейтеміз. Сол кезде бізде болады 304 мың болады екен. 304 мың теңге кетеді. Жеткізу бағасы бізде 15300. Сонда қосатын болсақ 319.500 теңге екен. 319.500. Бұл біріншісі. Енді екіншісіне қарайық. Екіншісі бізде 45 мың теңге біреу болса, 8-ін табу үшін 8-ге 45 мыңды көбейтеміз. Сол кезде бізде 360 мың болады. 360 мың. Жеткізу бағасы болмаған күннің өзінде де бізде 360 мыңның өзі біріншісінен асып кетті. Сондықтан ары қарай жалғастырудың қажеті жоқ. Үшіншісін есептейік. 39 мың екен біреу 39 мың болса, 8-ін табу үшін 8-ге көбейтеміз. Сол кезде бізде 39 мыңды 8-ге көбейтейік. 312 мың. 312 мың екен. 200 мың теңгеден артық сомаға сауда жасаған үшін бізде жеткізу тегін болады. Сондықтан бізде барлық жұмсайтын ақшамыз 312 мың ғана. Демек, 312 мың, 319 мың 500-ден арзан болғандықтан 312 мың ең арзаны. 312 мың бізде Д нұсқасы екен. Жақсы, келесі есепке көшейік. Келесі есеп бізде қазір ашылады.
сызбада автосалондағы машиналардың 7 жыл ішіндегі сатылымы көрсетілген. Жылдарды сатылған машина санына қатысты өсу ретімен, яғни кішісінен үлкеніне қараймыз. Ең кішісі бұл жерде 4, яғни ол 2003 жылғы. 2003, одан кейін 2004 бар, одан кейін 2005, екеуі бірдей болған ретімен жазам. Одан кейін бізде ең кішісі болып тұрған 2008 бар. 2008-ді жазам. Одан кейін кіші болып тұрған 2007 жылға. 2007 жылғы, одан кейін 2009 жылға, және де ең көп сатылған бұл жерде 2006 жылғы екен. 2006 жылғы екен. Сонда бізде бұл нұсқасына тура келеді екен. Жақсы. Ары қарай жалғастырамыз. Жалғастырайық. Квадраттық функцияның графигі бойынша А коэффициенті мен Д дискриминанттың таңбаларын анықтаңыз. Ал, балалар, кейбір адамдар осы жерден қателесіп жатады. Ең алдымен білейікші, бізде квадрат теңдеудің формуласы міне. АХ квадрат плюс ВХ плюс С тең 0. Қараңдар, мұны А дегеніміз Х квадраттың алдында коэффициент. Егер оның таңбасы теріс болатын болса, онда бізде парабола квадраты парабола теріс қараған болады, мынандай болады. Ал егер осының коэффициенті оң болатын болса, онда функцияның графигі осылай болады, параболамыз. Енді тағы да екінші жағдай неге байланысты. Егер OX өсімен екі нүктеде қиылысатын болса, онда дискриминант 0-ден үлкен болу керек. Ал дискриминант 0-ге тең болатын болса, онда бір нүктеде қиылысады. Ал дискриминант 0-ден кіші болса, ол OX өсімен қиылыспайды. Түсінікті ғой, бүкіл осындай есептерді осы заңдылық бойынша шығарамыз. Қараймыз бірінші. Бізде парабола теріс қараған, төңкерілген деп айтады. Ұштары төмен қараған. Яғни ол минус деген сөз айттым жаңа ғана. Демек, А коэффициенті бізде не? 0-ден кіші. 0-ден кіші сандар ғана теріс бола алады. Ал 0-ден үлкен сандар олар плюс болып кетеді. Жақсы, 0-ден үлкен тауып алдық. Енді дискриминантқа көшейік. Дискриминант 0-ден үлкен немесе тең немесе кіші екенін анықтау үшін қиылысқан нүктесіне қараймыз. Мына жерде тек қана бір-ақ нүктеде қиылысып тұр, OX өсімен. Сондықтан жаңа ғана айттым, OX өсімен бір-ақ нүктеде қиылысатын болса, онда дискриминант тек қана 0-ге тең болу керек. Міне осы нұсқаны іздейміз. А 0-ден кіші және дискриминант 0-ге тең болатын. Міне ол Е нұсқасы екен. Түсінікті болды деп ойлаймын. Түсінбеген сұрақтарыңыз болып жатса, комментарийге жазып қалдырасыздар. Жақсы. Суретте Арағын мен Жәнібектің қозғалыс графигі уақытына қарай жүрген жолдар көрсетілген. Олар бір бағытта, бірақ әртүрлі уақытта жолға шыққан. Арғын мен Жәнібектің жылдамдықтарын таныңыз деді. Қараңыздар, бізде мұнда жол берілген, ал мұнда бізде уақыт берілген. Енді біз не істейміз? Бұл жерден жылдамдықтар табу үшін жолды уақытқа бөлуіміз қажет. Қараңыздар, бірінші біз арғынды істейміз. Арғынның жүрген жолы. Аяқталған жерін қарайық. Аяқталған жері міне бізде 4,5 километр. 4,5 километр. Екеуі де 4,5 километр болып тұр. 4,5 километрді қоямыз жолға. Ал уақытын есептейікші. Арғын бізде 9-да шықты сағат. Бірақ соңғы нүктесі барған жер ол 11,5. Демек 9-дан 11,5 қанша сағат өтеді? 2,5 сағат ғой. Демек 2,5-ға бөлейік. Онда 2,5-ға бөлсек 1,8 шығады екен. Демек арғынның жолы 1,8 километр сағат жылдамдығы тойыз. Ал кімдікін табайық? Жәнібектікін тоже бұл жерге жолға 4,5-ды қоямыз, ал уақытқа уақытты есептейміз. Жәнібек сағат 8-де шыққан, бірақ жететін жеріне сағат 12-де жетті. Яғни 4 сағат қой бізде. 4 сағат. Демек, ол бөлетін болсақ, ол бізде 1,125 шығады екен. Бұл Жәнібектікі. Яғни мұндай вариант бізде бар, міне С нұсқасы. Кеттік, ары қарай жалғастырамыз. Келесі есебіміз қазір ашылады. Суретте Өскемен қаласының 2015 жылдың желтоқсан айының 10 және 25 күндері аралығында ауа райының орташа
температурасының графигі көрсетілген. Графикті пайдаланып ауа райының орташа температурасының өзгеріс ауқымы табайық. Өзгеріс ауқымы ең алдымен біліп алайық. Ең үлкен саннан ең кіші санды азайту. Ең үлкен мән бұл жерде қараңыздар, міне мынау тұр. Ол -10-ды көрсетеді. Яғни -10-нан біз азайтамыз ең кіші мәнді. Ең кіші мән бізде мынау міне. Жуық шамамен енді нақты алуға тырысуымыз керек. Ол мән -38-де тұр. -40-қа жетпейді. Демек -38 азайтамыз. Сол кезде -10, бізде екі минусымыз плюсқа айналып кетеді, 38. Сонда үлкеннен кішісі азайтылады. Сонда бізде плюс 28 деген жауап шығады. Ол бізде әрине бар, міне Д нұсқасы екен. Жақсы. Ал кеттік. Суретте қандай квадрат теңсіздіктің шешімі көрсетілген? Бірден айтып қойын. X квадраттың алдында коэффициент А деген коэффициент. Яғни нөлден үлкен болып тұр, себебі параболаның төбелері жоғары қараған. Енді қараңыздар, бізде осы парабола қараңыздаршы, OX өсі. OX өсінен төмен жатқан аралық минус аралық. Ал OX өсінен үлкен жоғары жатқан аралық плюс аралық. Бізде арасы мына жеріміз минус, себебі графиктің дәл осы тұсы OX өсінен төмен жатыр. Ал мына жағы плюс, ал тағы мына жағы плюс. Енді қараймыз, -1 мен 3-тің арасын алған. Демек, бізде 0-ден кіші аралған. Онда таңба бізде қалай болып? 0-ден кішілдеп тұру керек. 0-ден кішілдеп тұрған бізде мынау бар. Яғни қалған екі вариант бізде суретке түспей қалған, сондықтан осы үшеуімен жұмыс жасай берейік. 0-ден кішілдеп тұрған осы аралық, және де осы теңсіздікті шешетін болсақ, квадрат теңдеуге айналдырып, онда x1 тең бізде -1, және де x2 тең 3 деген жауаптар шығады. Яғни бізде осы екеуінің арасын алсақ, 0-ден кіші аралықты алған боламыз. Демек, осы есептің жауабы мынау. Квадрат теңсіздіктер деген тақырыпты көрсеңіздер, шығарылу жолы өте қарапайым. Ары қарай жылжимыз. Кестеде бастапқы сөзді сәйкестендірілген теңсіздіктің бүтін шешімі бойынша түрлендіру берілген. Таза сүт түрлендіруіне сәйкес теңсіздікті табыңыз. Осыны кейбіреулер түсінбей жатады. Осы есепті қараңыздар. Қала және екінші қал деген сөздер шыққан. Қаладан қалай қал шығады? Мынаған мән беріңіздер, ортада тұрған теңсіздікке. 3-тен үлкен x-іміз, бірақ 5-тен кіші. Яғни 3-тен үлкен 5-тен кіші қандай сан бар бізде? 4 деген сан бар. Яғни 4 деген бірінші сөздегі 4-ші әріп өшет деген сөз önde. Қала сөзіндегі 4-ші әріп ол А. Сол сөзді әріпті өшіргенде қал деген сөз мына оң жақта шықты. Ал екіншісін тексеріп көрейік. 3 пен 8-дің арасында қандай сандар бар? 4, 5, 6, 7 деген сандар бар. 4, 5, 6, 7 сандар бірінші сөздегі ол А, Қ, және А және Т. Осы 4-те өшеді. Онда бізде қандай сөз қалады? Қар деген сөз қалады. Ал кеттік, мына жерді қарайық. Тазалық және таза. Байқасаңыздар, тазалық сөзіндегі 5-ші, 6-ші, 7-ші сандар өшіп кетті. 5-ші, 6-ші, 7-ші сандар қандай сандардың арасында болуы мүмкін? Әрине 4-тен үлкен болу керек, олар 8-ден кіші болу керек. Яғни Е нұсқасы. Түсінікті болды деп ойлаймын. Жақсы, ары қарай жылжимыз. Келесі есеп бізде Қазақстанның үш қаласында кейбір тағам өнімдерінің бағасы. Осындай кестедегі бағалары берілген, төменде берілген мәтінге қарайық. 2 литр сүт, 1 литр күнбағыс майы және 2 ондық жұмыртқа, және жұмыртқаға ең аз дегенде қанша мөлшерде ақша төленеді. Оны былай істейміз. Жеке анықтап алайық. Қараймыз. Астана, Павлодар, Орал. Жеке анықтайық. 2 литр сүт, 1 литр сүт Астанада 230 болса, 2 литрі 460 болады. Оған қосуымыз керек біз 1 литр күнбағыс майы 350 теңге. 350-ді қосамыз. Сонымен қоса 2 ондық жұмыртқа. 1 ондық жұмыртқаңыз 170 теңге, 2 ондық жұмыртқа 340 теңге. Осыларды қосатын болсақ, бізде шығады
1150 теңге. Бұл Астана қаласында. Екінші, Павлодар қаласында 1 литр сүт 200 теңге, 2 литр сүт 400 теңге. Оған қосамыз 270, яғни күнбағыстың бағасын. Оған қосамыз 2 ондық жұмыртқа, 1 ондық жұмыртқа 150 болса, Павлодарда екеуі онда 300 болады деген сөз. Осыны қосатын болсақ 970 теңге шығады. Бұл Павлодарда. Енді Орал қаласында 1 литр сүт 205, 2 литр сүт 410 теңге. Оған қосамыз 280 теңге күнбағыстың майын. Оған қосамыз, және де 160-тан екеуі болса, бізде 320 болады. Бұны қосатын болсақ, біз 1010 деген бағаны көреміз. Яғни бұл жерде ең арзаны 970 деген нұсқада бар, бізде 970 деген. Жақсы, ары қарай жалғастырамыз. Келесі есеп бізде Тазабек үйіне Lenovo компьютерін сатып алу үшін қаладағы бірнеше техникалық дүкендерді аралап шықты. Ол дүкендегі төмендегі кесте бойынша компьютерді ең арзан қандай дүкеннен алады? Және қанша теңге төлейді? Жақсы. Яғни монитор, жүйелік блок, сонымен қоса тышқан және пернетақта. Осылардың барлығына қанша ақша жұмсайтынын білу үшін десеміз, барлығын жай ғана қоса саламыз. Кеттік, барлықтарын қосып шығамыз. 30 мың, 65 мың және 6 мың барлығын қосатын болсақ, бізде 101 мың шығады екен. Ары қарай екіншісін қосамыз. 31 мың 500, 63 мың және 5 мың 500. Оларды қосатын болсақ, бізде дәл 100 мың шығады екен. 30 мың 500-ге 5 мың 500 алдын ала қосайық, 37 мың, оған 63 мың қосамыз, 100 мың теңге шығады екен. Үшінші, R-ді көрейік. R-де 32 мың, 62 мың 500 және 5 мың. Бұл жерден бізде шығады 37 мың, 99 мың 500 теңге. Яғни дұрыс жауабы 99 мың 500 теңге екен. Бұл бізде вариантта болу керек. Төменге түсірейік шамалы. Әрине бар екен бізде. Міне бұл тұр. Жақсы. Ары қарай жалғастырайық. Қала ішіндегі жеңіл көлік жылдамдықтарының уақыт аралығындағы өзгерістері кестемен көрсетілген. Егер жеңіл көлік кестедегі уақыт аралығында көрсетілген жылдамдықпен тұрақты жүріп отырса, 9 минутта жүрген жолды қараймыз. Кейбіреулер түсінбей жатады. Мысалы 3 минутта 45. Яғни 3 минутта 45 км сағат жүрмейді ол. 3 минутта, яғни тұрақты жылдамдық 45 болады. 3 минут бойы жүрмейді, тек 3 минутта ғана. 4 минутта ғана оның жылдамдығы 50 болады. 5 минутта ғана оның жылдамдығы 70 болады. Яғни 5 минут бойы 70 км сағат жылдамдықпен жүрмейді деген сөз. Түсінікті ғой? Ал енді бізге қараңыздар, 9 минутта. 9 минуттың ішінде, яғни 1 минут бар, дұрыс па? Тек қана 9 минуттың өзі. Сол 9 минутта ол 90 км сағат жылдамдықпен қанша жүреді? Қараңыздар, жылдамдық бізде км сағат. Алайда уақыт бізде 9 минут. Демек, минутты біз сағатқа айналдырамыз. Сағатқа айналдыру үшін оны не істеуіміз керек? 60-ға бөлуіміз керек. Себебі 1 сағатта 60 минут бар. Қараңыздар, дәл осы жерден 90 км сағатты осыны 60-ға бөле салсақ, бізде сол уақытты жүрген жолды шығады. Кеттік бөлейік, сонда бізде 1,5 км шығады. Міне, мынау 9 минутта жүрген жол. Бұл қайдан шықты десеңіздер, 90-ды көбейтеміз 1 бөлінген 60-ға деген сөз. 1 минутта, яғни 60-тан 1 деген сағатқа тең деген сөз. Осыдан яғни 1,5 шығып отыр. Міне. Главный, біз 90 км сағатты 60 минутқа бөлдік. Яғни 1 минут бізде сағатқа айналдыру керек болды. Демек, жауап Е. Ары қарай жалғастырамыз. Бізде есептер жетеді. Бұл тақырып балаларға қиындық тудыратын болғандықтан өте көп есептерді талдауды шештік. Графикте жұмысшының 14 күнде жасаған тетіктерінің саны көрсетілген. Жұмысшы неше күнде 160-тан артық тетік жасап отырғанын анықтаңыз. 160 деген көріп тұрған, міне мынау 160 болса, осының артықтары
олар міне мынадан басталады, мынау, яғни мен қанша нүктені боядым? 7. Демек жауабы 7. Ары қарай жалғастырамыз. Ары қарай жалғастыратын болсақ, бізде төмендегі кестеден әр қаладағы 1 килограммның бағасы теңге есебімен көрсетілген. 3 килограмм картоп, 1 килограмм сәбіз, 2 килограмм қырыққабат және 2 килограмм пияз. Қай қаланың тұрғыны көп және қай қаланың тұрғыны ең аз ақша жұмсаған анықтап, олардың айырмасын табуымыз керек. Яғни, мыналардың барлығын есептеп шығуға болады. Барлығын есептеп шықсақ болады. Алайда, бұл жерде уақытты қысқарту үшін көзбен анықтап алайық. Бірінші, менің ойымша, ең көбі бұл жерде, қараңыздаршы, Астана қаласында 130-дан басталады. 105 міне. Екеуінде де ең жоғарғы балл ұстап отыр. Үшіншісінде де ең жоғарғы балдардың бірін ұстап отыр. Қырыққабатқа келгенде ғана жай ғана 10 теңгеге арзан ұстап отыр. Бірақ ол жалпы есепте ең алдағы, ең көп жоғарғы теңгені ұстап отқан Астана. Сондықтан бұл ең көбі болады. Ал ең арзанын қараңыз, Шымкентте 105, яғни мыналардың ішінде ең азы бірінші қатардың картоп. Сәбіздің де ең арзан емес, бірақ 95, жай ғана 5 теңге айырмашылығы бар Семеймен. Қырыққабаттан да 100 теңге ең төменгі бағаны ұстап отыр. Пияздан да ең төменгі бағаны ұстап отыр екен. Яғни ең арзаны бізде дәл осы Шымкент болады. Демек, осы екеуін есептей салайық. Астанада 3 килограмм картоптың 390 болады. 1 килограмм сәбіздің 105 болады. Қырыққабат 2 килограмм болса 200 болады. Ал пияз 2 килограмм болса 220 болады. Осының барлығын қосатын болсақ, бізде 915 теңге шығады екен. 915 теңге шығады екен. Ал ең арзан есептейміз 105. 1 килограмм 105 болса, картоптың Шымкентте 3 килограмм 315 болады. 95 ол сәбіз болса, бізде 1 килограмм сәбізге 95 өзі кетеді. Қырыққабат 100 теңге, 2 килограмм болса 200 теңге. Одан кейінгі бізде пияз 100 теңге, 2 килограмм 200 теңге. Сонда бұл жерде бізде шығады 810 теңге шығады екен. Жақсы, екеуінің айырмасын есепте деген бізге айырмасы 105 теңге шығады. Жауабы 105 болады сонда. Ары қарай жалғастырамыз. Ары қарай бізде есептер мынандай есеппен жалғасады. Электроника дүкенінде 35 апта бойы сатқан тауарлар көлемінің кестесі бойынша тауар санының арифметикалық ортасы. Арифметикалық ортасы дегеніміз ол арифметикалық орта бізде тауар санының апта санына несі қатынасы. Апта саны 35 екені айтылып қойған есепте. Енді тауар санын анықтайық. Бір аптада 11 тауар сатылса, 10 аптада қанша тауар сатылады? 10-ды 11-ге көбейтеміз, 110 болады екен. Бір аптада 12 тауар болса, 7 аптада 84 болады екен. Оған қосамыз. Бір аптада 14, 3 аптада 42, бір аптада 16, 8 аптада 128. Оған қосамыз. Бір аптада 18 тауар болса, 7 аптада 126 тауар. Сонда бұлардың барлығын қоссақ, бізде 490 шығады екен. Демек, жалпы 35 аптада 490 тауар сатылған. Осыны 490-ды 35-ге бөлетін болсақ, бізде 14 деген сан шығады екен. Яғни жауабы 14. Ары қарай жалғастырайық. Бізде есеп графикте жерден лақтырылған доптың биіктігі көрсетілген. Яғни лақтырылған соң 4 секундтағы биіктігін анықтаймыз. 4 секунд өте оңай есеп. 4 секундында осыған сәйкес биіктікті есептей салайық. Міне ол қай нүктеге сәйкес келеді? Ол яғни 40 метр. 40 метрге сәйкес келеді екен. 40 метр болады жауабы. Ары қарай жалғастырайық онда. Шартын оқимын, өте қайталанып жатыр. Жаңа ғана оқыдық. Бірінші және 9-шы минутта жүрген жолдардың қосындысын табу керек бізге. Бірінші және 9-шы. 9-шы, бірінші. Естейміз дедім, жолды табу үшін 60-ға бөлуіміз керек дедім. Яғни 30-ды 60-ға бөлеміз. Сонда қанша шығады? 0,5 шығады. 0,5 километр шықты. Бұл бірінші минуттағы жолы.
Екінші 9-шы минуттағы жолын табу үшін 90-ды неге бөлуіміз керек? 60-қа бөлеміз. Сол кезде 1,5 километр шығады. Бұл 9-шы минутта жүрген жол. Енді екеуін қос деп тұр бізге. Екеуін қосатын болсақ 2 километр деген жауап шығады. Ары қарай жалғастырамыз. Графиктің теңдеуін көрсетіңіз. Өте қарапайым. Осыған келген кезде ойланып қалудың қажеті жоқ. Қараңыздар, сіздер координаталық нүктелерді белгілеген кезде x және y нүктелерін тауып осындай түрде жазасыздар. Ал енді бірінші тұрғасан x, екіншісі y. Яғни x-ті x өсінің бойынан, y-ті y өсінің бойынан есептейміз. Мысалы, бірінші нүкте, мына нүктенің координатасы қараңыздар 0-де 5. Кешіріңіздер, 5-те 0. Себебі x өсі 5-ке тең, ал y өсі 0-ге тең. Ал екінші нүкте, мына нүктенікі бұл 0-де 5. Енді қараңыздар, алдымен x-қа 5-ті қойған кезде y 0 шығу керек. Тексеру қайсысында, мысалы біріншісінде болмайды, екіншісі болуы мүмкін, үшіншісінде болмайды, төртіншісінде болмайды. Яғни v және s варианттардың біреуі. Мысалы v вариантына x-тің орнына 5-ті қояйық. Бұны 5 азайтылған 5 0 шығады ғой, y шығады екен. Демек x-қа 5-ті қойған кезде y-іміз 0 шығады екен. В нұсқасында. Енді екінші шартта қойып көрейік. X-қа 0-ді қойсақ, y 5 шыға ма? X-қа 0-ді қойсақ, y-іміз 5 шығады екен. Себебі 5-тен 0-ді алсақ, қайтадан 5-тің өзі шығады. Демек, екі шартты да қанағаттандырып тұрғандықтан дұрыс жауап бізде v екен. Түсінікті деп ойлаймын, тек орнына қойып есептеуді ғана ұмытпасаңыздар болғаны. Жаңағы қайталанып келе жатыр, сондай соған ұқсас шарт. Төңкерілген, қараңыздар, төңкерілген парабола. Төңкерілген болса, әрқашан айттым сіздерге a0-ден кіші болады деп айттым. Енді екі жауап қай уақытта болады? Екі нүктеде қиылысып тұр, OX өсімен. Ол тек қана дискриминант 0-ден үлкен болған жағдайда ғана. Осы шартты іздеп, нұсқалардың ішін a0-ден кіші, бірақ дискриминант 0-ден үлкен. Міне мына жауап. Жақсы. Құрметті балалар, осыменен бүгінгі сіздерге кестелер және графиктер тақырыбына арналған есептеріміз аяқталды. Өте қарапайым, тек қана асықпай ойланып шешсеңіздер болғаны. Қосымша тағы да білім алғыларыңыз келсе, Алматы қаласы Төле би Гагарин көшелерінің қиылысы Мирас академиясы сіздерді шақырады. Мирас академиясы. Қандай да бір сұрақтарыңыз болатын болса, төмендегі көрсетілген телефон нөмірлеріне хабарлама жіберсеңіздер болады, немесе комментарий жазыңыздар. Білім аламын десеңіздер, есігіміз әрдайым ашық. Жақсы, сау болыңыздар.